Біліңіздер, мына өмірде проблемада түскен кезде сол проблемадан құтылғанды қалайтын мұсылман әке-шешесіне жақсылық істеп жүрген мұсылман. Аллах тағала әке-шешеге жақсылық сондай күйде қылған, тіпті олар ең үлкен күнә ширк істеп жатқан болса да, о сахибхума фид дуния маруфа, жақсы қарым-қатынаста бол деді. Ибрахим пайғамбар соны көрсетті. Әкесі мушрик Азар. Құл мушрик емес, серік қосушы емес, тастарды қашап жасайды құдайларды. Баласы Ибрахим уағыздайды. Уағызғанда әрбір сөздің алдында я абати, әкешім менің, әкешім менің, әкешім менің деген сөз айтып отырады. Мушрик әкесі, әкетай, әкешім деген сөз лайықты болып, біздің мұсылман әкешелеріміз ол сөзді өмірден өстімей өтіп кеткен болатын болса, қандай өкінішті. Құранда жаңа аят бар. Құранда оқыған болсаңыздар, бұл жалпы мұсылман болған хақтың біреусінде ол осыларда кіреді. Құранда аятта қарасаңыздар, таухидтен кейін жиі келетін нәрсе әке-шеше деген жақсылық, Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a ва бил валидайни ихсана. Аллахқа ғибадат жасаңдар, оған серік қоспаңдар, әке-шелеріңе жақсылық қылыңдар. Ва вассайнал инсана би валидайhi ихсана. Біз адам баласына әке-шешеге жақсылық қылуға бұйырдық деген сияқты. Ва қада раббука алла ta'budu илайхи бил валидайни ихсана. Аллах тағала бұйрық етеді бір ғана өзіне құлшылық етуге және әке-шешеге жақсылық қылуға. Таухид әке-шеше, таухид әке-шеше. Құдайға жақындататын істің біреусі осы еді. Иса пайғамбарды алайықшы. Субханаллах. Ол сондай ғажайып кісі, дүниеге келе салып сөйлеген, туа салып сөйлеген. Туа салып сөйлеу ол оңай шаруа емес. Ол мұғжиза. Туа салып сөйлеген бар ма араларыңызда біреу? Сол Иса пайғамбар енді шешесі Мариям Аллахтың қалауымен әкесіз, Аллахтың бол деген сөзімен аяғы ауыр болып, елден жыраққа шығып баланы туып қалаға келген кезде кісінің өсегінен ешкім құтылған емес қой. Қазақта да бір керемет мақал бар. Қазақтың дейді, тірісінің дейді, сөзден аманы жоқ дейді. Өлгеннің жаманы жоқ дейді. Сені жамандамайды өлген кезде. Оған тірі жүрсің бе әйтеуір, жүргенге жүрген міндет еді, әйтеуір бірдеңе айтып қалу керек та. Сондай Аллах тағаладан рызық келген Мариямның тақуалығын көрген адамдар келген кезде оны жамандай бастайды, кемшілік іздеп көріп анып отырғандай. Қолында жаңа туған бала бар, елге кеңіз елдер, ей, ұқты Харун, ей Харунның қарындасы, мынау не? Не сұмдық мынау? Әкең деген жаман адам емес еді, шешең деген жаман жолда жүрген емес еді, мынау не қылық деп, елдің алдында бір оны жамандағандай қылып, бір сәл намек тастағандай қылып, бергендей қылып сөйлей бастайды. Мариям не деп жауап бермей, Аллахтан әмір келеді, ол сөйлемеуге бұйырылған еді. Бесікте жатқан кішкентай балаға фаашарат илай, қолмен көрсетеді. Анаумен сөйлесіңдер деген сияқты. Адам айтады, уақалу кайфа нукаллиму ман кана фил махди сабия. Ей, сенің денің дұрыс па? Ей, мынау туған баламен, бесікте балам қалай сөйлесем, сол кішкентай ғой деген жауапты айтады таң қалып. Субханалла, елдер үйсіп әңгімелесіп тұрған кезде, кішкентай бала қаратқан кезде, кішкентай бала, жаңадан туған бала дүниеге келген. Қала айтты дейді. Инни абдуллах, мен Аллахтың құлымын деген сөзді айтты. Елдер діреде қалды. Атаниял китаба ва жаалани набия. Аллах тағала маған кітап берді. Мені пайғамбар қылды деген сөздерді сөйлей бастады. Елдер оны көріп таң қалған күйде қалып тұрды. Сол айтқан сөздердің ішінде және айтқан сөздері фаусани бис-сала ва зака, маған намаз оқуға бұйырды, зекет беруге бұйырды. Ва жаланы мубарак айнама кунту, қай жерде болсам да мені берекетті қылды, намаз оқу, зекет беруге бұйырды. Мадумту хайя, тірі болғанша, өлгенімше осыны істеуге бұйырдым дейді. Бұл Алланың хақысы, намаз, зекет, Құдайдың құлым деген бұл таухид. Сол кезде және деп айтты, ва баррам би валидати, шешеме жақсылық қылуға бұйырдым дейді. Туа салып сөйлеген кездегі таухидтан кейін бірінші сөзі шешеме жақсылық қылуға бұйырдым дейді. Қайран қанша әкелер,
қайран қанша шешелер баласының сақалы шыққанша жақсылық көрмей кетіп бара жатыр. Интернетте көрген шығарсыздар, Абдулла Банияма деген кісіні. Ұстазымыз жиі айтышады, соның уағызы жүрек кетеді деп. Инвалид кісі ғой. Қолы жоқ, аяғы жоқ. Оған сұрақ қойып қалған кезде сұрайды ғой адамдардан. Туалетке бара алмай қалсаң, бір күн бойы не істейсің деп. Олар айтады, енді обезболивающий ішеміз. Жарайды, 5 күн бойы бармай қалсаң не болады? Онда докторға барамыз. Не алады? Доктор операция ме? 10 күн бойы бара алмай қалсаң не болады үлкен дәретке? Олар үндемей қалады. Мен дейді, 10 күн, 12 күн дәретханаға бара алмайым, ішіме жиналады дейді. Сол нәжісті туған анам қолымен тазалап алып шығады дейді, 12 күндік нәрсені. Шіркін-ай, қолдарым болса, арманым анамды құшақтағым келіп жүр дейді. Анадан басқа бұл ешкім істей алмайды бұл нәрселерді. Қолдарым болса, анамды құшақтағым келіп жүр дейді. Осы сөз айтқан кезде бір жауабында бір әйел кісі звондапты. Сұрағым бар еді, қойайыншы, қойсындаршы деп. Сөйтті, сенің қолың жоқ, анаңды құшақтағың келіп жүрген шығар. Менің бірнеше балам бар. Бәрінің қолы бар, бірақ мен еш уақытта құшақтаған емес. Олардың қолдары бар, бірақ жүректері жоқ деген екен дейді. Қарапайым мұсылмандарға қарым-қатынас. Жуық арада Мысыр қаласына барып қайттым. Шарман шейх деген қалаға түстік. Жұманың күні еді. Мұстафа деген үлкен мешіт бар екен, мешітке кірдік. Имам құтпа жасап жатыр екен. Сол жерде болған бір оқиғаны өздеріне есіне салып жатыр. Білесіңдер ғой, мынада бір оқиға болып еді ғой дейді. Пәлен деген әйел кісі, түген деген баласы жүгіріп жүріп сүрініп кетіп, қолындағы шықпасы көзіне кіріп, көзі ағып кеткен еді. Докторға алып барыпты. Докторлар көзі жарамай қалған, ағып кеткен бәрі. Шешесі шыр етеді дейді. Қалай енді мен балам сонда бір көзбен қала ма? Енді солай болды. Бұның басқа жол жоқ па? Бір көзін салып беретін, енді несі қолымыздан келмейді. Бар шығар, енді бір жолы бар, бірақ оны біз қалай істейміз оны? Бұған басқа бір кісінің көзін салса, онда көріп кету мүмкіндігі бар депті. Бірақ ондай адамды қай жақтан табамыз депті. Шешесі айтты, бар ондай адам депті. Мен берем депті да көзімді. Доктор қой, енді баланың тағдыры жоқ, мен берем депті көзімді. Кішкентай бала не біледі? Шешесінің сондай табандап тұрып алғаны үшін бір көзін алып баласына салып берген екен да. Ана деген осындай. Ана деген осындай заттар. Қалай оған насихат қылмайсың? Ол бір көзімен соқыр болуға риза болды, баласының екі көзі көру үшін. Ол түрінің әдемі болмай қалуына риза болды, баласы әдемі болу үшін. Арнады. Аллах сол үшін Құранда, хадисте солай көп бұйырған. Біздің аналарымыз бар. Бауырлар, көп дұға қылайық. Әкелерімізге, шешелерімізге көп насихат қылайық. Жалпы адамдарға деген насихат осы ішіне осыда кіреді. Субханалла, қандай бақытты жандар өздерінің әкесі мен шешесін сәжде қылып жатқанын көре алатын балалар. Қандай бақытты жандар әкесінің құман ұстап дәрет алып жатқанын көргендер. Қандай бақытты жандар шешесінің Аллахын зікір қылып жатқанын көргендер. Түсінемін бауырларды. Шешесі дінін түсінбей, намазыңды тоқтат деген бауырлардың жүрегіндегі ауруды түсінемін. Қызының баласының дінге ұстанғанын жақтырмаған әкелерді көрген балалардың жүрегіндегі нәрсені түсінемін. Бірақ бәрі ол біздердің әкелеріміз, шешелеріміз емес пе? Ибрахим өз әкесі үшін қандай жан ұшырып дағуат қылды. Әкесін уағыздап, ей әкешім, әкешім, әкешім деп уағыздаған кезде әкесі айтты, ля арджуманнак, үніңді өшір, таспен ұрам деді. Сол сөз әкесіне естіген кезде баласы айтты, саламун алейк, Алла сізге тыныштық берсін деп кетіп бара жатыр. Алла сізге тыныштық берсін деп. Біз қалай ғана тып-тыныш төсекте ұйықтай аламыз. Ертең әкеміз бен шешеміз жәннатта
жайлы жерге жайға салмайтын болса, біз қалай ғана тамағымыздан өтеді, ертең әкеміз бен шешеміз жәннаттың жемісінен жей алмайтынын ойлайтын болсақ. Аллах Тағала мейірімді. Аллах Тағала намаз оқып жүрген әкелеріңіз, шешелеріңіз болатын болса, имандарын берік етсін. Сәжделерін өмірін соңына дейін етсін. Жәннатта бірге болуды нәсіп етсін. Ал кімде-кімнің әкесі мен шешесі намазға келмеген болатын болса, Аллах хидаят берсін. Аллахтың Құранын сүюді нәсіп етсін. Сүннетін сүюді нәсіп етсін. Аллахтың өзін сүюді нәсіп етсін о кісілерге. Әлбетте, бұл қиын нәрсе, жақын адамның дінге келмей жатқаны, соның ішінде әке мен шешенің. Бірақ Аллах Тағала бізге қандай мүмкіндік беріп қойды? Пайғамбардан жеткен сахих хадисте айтады: Янзилу Раббуна табарака ва таала. Түседі біздің Раббымыз, сондай берекеті, жақсылығы мол болған Аллах Тағала түседі. Күллә лейлатин, әрбір түнде. Қанша түн өтіп жатыр? Әрбір түнде түседі. Иля самаи дүния, аспан әлеміне. Фи сулусил лейл ахир, түннің соңғы 3 бөлігінде. Сөйтіп Аллах айтады екен: Мән ядуни, кім менен дұға қылса, фаутихи, берем дұғасын. Фастажибула, оның дұғасын қабыл етемін. Уаман ясалуни, кім менен бір нәрсе сұраса, беремін сұраған. Уаман ястағфируни, кім менен кешірім өтінсе, кешіремін дейді. Я Раббым Алла, бар біздің дұғамыз, көп біздің дұғамыз. Сол дұғамыздың біреусі, сен өзің Құранды үйреткенің сияқты, Раббирхамхума кама раббаяни сағира. Алла, бізді кішкентай кезімізде мәпелеген әке шешемізді қартайған шағында мейірімге бөле қойды.